Бүгінгі видеода ауыл мен қала деген видео болады. Мен бұл жерде ауылда және қаланы кемсітіп жатқан жоқпын. Мен жай ғана қызық үшін түсірген болатынмын. Ал ендеше видеоны бастаймыз. Бірінші ауыл. Сатушы ауыл. Ойбай, сәлеметсің бе? Сәлеметсің бе? Қалың. Ал, не болды? Не аласың? Аха, не аласың? Так, фломастер. Так, бізде фломастер. Қазір мына жерден бағасын қарап жіберейік. Так, фломастер. Бізде 1000 теңге екен. Бізде фломастер 1000 теңге. Апай, неге фломастер қымбат? Мен апайым айтты, маған фломастер алып кел деп. Менде 200 теңге бар ғой. Енді балам, сатушылық деген енді ол саған бір оп-оңай жұмыс емес. Апайың нешінші сынып оқиды өзі? 6 сынып оқи ма? Оған фломастер қатты керек болып тұр ма? Жарайды, мен саған ондай фломастер берем. Бұл менің дүкенім. Осы дүкеннің бастығы дамын, өзім жұмыс істеймін. Бұл жерде маған бастық ұрыспайды. Саған қазір ақшаң қанша теңге? 200 теңге ма? Жарайды, ма. Ала ғой. Осыны ал. Неке ала ғой, ма. Апайына апарып бер. Өзінде сурет салу бер, ха? Түк етпей. Окей ма? Жарайды. Бара ғой. Ештеңе. Жарайды, бара ғой. Мен біреу звонда қалды, алло. Бара ғой. Пока. Қалада сатушылар көреміз. Осы қалада сатушы болып шаршап кет. Шына бастықта бір. Қызық деймді. Осы адамдар. Сәлеметсіз бе? Не, салат қанша тұрады? Так, салат па? Қазір салатты қараймыз. 200 теңге. Апай, неге сонша қымбат? Менде жоқ қана 70 теңге бар ғой, қарасаңызшы. Біздің неге керек болып тұр? Менде 70 теңге болып тұр. Неге сонша қымбат? Кешір, айналайын. Мен сенің жағдайына қарап отыратын жайым жоқ. Сен не сағат керек па, керек емес па, маған бәрі. Егер мен саған бұны берсем, мені директор қуып шығатын болады. Жарайды, салаттың бір бағасын түсірем. Тек қана 100 теңге қалғаны. Ана 70 теңгеге тағы да 30 теңге қосып әкел. 30 теңге бар ма? 30 теңге бар ма? Или қарызға жасайын ба 30 теңгеде? Жарайды, ертең 30 теңге маған алып кеп бер. Бұқтың ба? Атың кім сенің? Мамалардың аты кім? Сенің атына жасайын ба, атың кім? Жарайды. Әлия. 30. Ертең алып келуді ұмытпа. Ертең алып келуді ұмытпа. Ұмытпа. Ауыл үйге бір зат сұрап келген кезде. Сәлеметсіз бе? Айран ашқысын бересіз бе? Бір ыдысқа салып бересіз бе? Қазір айран ашқысын сізге береміз. Өтінем айран ашқысын беріңізші. Мамам сұрап жатыр. Айран пісірайық деген біз үйге. Ойбай балам, ала ғой, кел отыр, шай іш қойып отыр. Шай іш, отыр. Тамақтан ал, міне торт
Же, 5 бармақ же, өзің жей ғой. Отыр. Айран айтқысың ба? Міне ал. Міне мынау айран айтқысы. Міне. Күшті айран айтқысы. Мә, ала ғой, мә. Сенде қазір тағы да бір қыз етті. Айран айтқысы керек па саған да? Мә. Саған да. Ала қойыңдар. Отырыңдар, шай ішіңдер. Үйде ешкім жоқ. Өзім ғана жалғызбын. Ой, бұл менің жасым сұрап қайтесің. Менің жасым айтайын ба қаншада? Жасым 18 десің. Жасым ойбай. Жасым 18-де. Я, 18-де. Ал үстіме мынау киім жараса береді. Отырыңдар. Отыра ғой. Так, менің қазір мына жерде толтырмай қалған қағазым бар еді, соны толтырып тастайын сендер. Мә, отыра ғой, шай іше беріңдер, қазір сендерге Малика апайларың құйып береді, шайды құйып бере қойыңдар. Пияз. Не жесіңдер? Алыңдар. Өзіңіз айтыңыз. Мысалы, картоп не керек? Мысалы, бізде соктар бар. Ой, соктар деп па ғой, ойбай. Жаңа магазиннен келген ғой, сол магазинде соктар бар деп адамдарға айтып уже үйреніп қалдым. Жерінде. Жарайды. Болдыңдар ма? Жарайды, пока. Қалада. Оу. Тұз ба? Қаста тұршы, тұр. Қазір 1 минут. Қазір, тұз дейсің ба? Қазір, Малика, барынаған тұз берші. Тұз дейсің ба? Опрет, тұз ба? Қазір. Маман сұрап атыр ма? Қазір берем, мә, тұз. Алсың ба? Мә, ал дейм, мә. Болды. Тұзымды бердім, мен ойымша болды, все. Пока, бара бер. Есігіне қыза. Келдің ғой жаңа сол есікпен. Жоқ пішінде. Пока. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Достар, мен бұл жерде ауыл мен қаланы кемістеп отырған жоқпын, әсіресе қаланы. Мен жай просто бұл күлкі үшін болған еді. Сондықтан да маған ойбай, немене кемістіп атсың, олай болмайды ғой деп айтпай қойыңыздар. Бұл жай ғана ойын. Достар, әсіресе менің арнама лайк басып, подписаться еткетіңіздер. Қызыл болып тұрған кнопканы басыңыздар, опынай. Сосын жадынан қоңырау шығады ғой, соны да басып қалсаңыздар. Сіздер мен жаңадан шыққан видеоларды көріп отырасыздар. Ал лайкты баса беріңіздер. Сіздерге мен рахмет етемін, өйткені сіздер маған 15 подписка жіберіп беріңіздер. 15 подписка. Рахмет сондықтан да.